Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı bizim görüşler, hurmatlı bizim Mus TV YouTube kanalımızdan жылқы сүйүүчүлөрү. Достор, бүгүн Жалал-Абадта турабыз. Жалал-Абадта кече бир 2 жума мурун ушул тай менен бээни, эне баланы туугандар тартып кеткен болчумун. Бүгүнкү чыгарылышта дагы кандайдыр бир себептерден улам туугандар чыгып атат. Бул өзү негизи сатылган болчу, достор. Азыр эмне себеп болгондо сурайбыз. Бул бээ менен тай эмне кандай десеңиздер, бул жанагы атактуу Искандер деген аттын баласы, мына эркек. Нокаттагы Авлаз ажынын атынын балдары. Мына бээ дагы ошол атка токтогон бооз. Азыр Хусин ака бул тай менен бээ боюнча азыр маалыматын айтып берсин, эмне болуп калган. Хусин ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшысызбы ака? Алхамдулиллах. Иштериңиз болуп атабы ака? Алхамдулиллах, рахмат. Мына бээ менен тайды жанагында келип бир сүйлөп бергенлериңиз ака? Ооба, сүйлөгөнбүз, бир чыгарганбыз. Бир чыгарган элек да. Ооба. Не себеп болду ака? Мага 5 мүнөт эле чалдыңыз эле да, сатылды депчи. Ооба, буну сиз ушуну тартып кеткенден кийин бирөөлөр Бишкектен чалды. Болду, энесин дагы, баласын дагы биз алдык. Азыр акча которуп беребиз деп акча которуш берди. Которушту? Которушту, акча которушту. Ушу акчаны алып туруң, заклад катарында деп акча которуш берди. Бир жуманын ичинде биз бардык акчаны растап, мал койлор бар, жылкылар бар, ушуларды бардыгын сатып барып, акчаны бардыгын толуктап алып кетебиз деп бир жума суранышты. Биз мейли деп бир жума күттүк. Бирок алар алдык, бараке дегенден кийин башка мамлекеттен, Казакстандан, Өзбекистандан клиенттер чалып, бизге берсин, ошол алган адамдан алып бер, пайдасын беребиз дедиле. Алган адамдар, балдар, жок, биз сатпайбыз, бизге энчиге деп койду эле. Анан бир жума коюп бериң, сураны сатпаң эч кимге деп туруп, анан бир жумадан кийин алар өздөрү биз акча топтой албай калдык. Мал кой жылкыларды сата албадык ака. Ушундай болуп калды, шартка жараша деп сата бериң деп койду. Ошон үчүн дагы кайра чыгарышка Туура келип атат экен да ака. Туура келип атат, ооба. Түшүнүктүү ака бул жагы. Эми канчага сатылды эле деп сурабай эле коелу ака. Жок, эми анын сураштын кереги деле жок. Азыр ушунда мына бээ ичиндеги Искандердин токтогону анык да турабы? Бооз. Токтогону анык. Бооз. Видеосун коюп коелу. Ооба, видеолору бар. Мына достор. Эми жакшы эле пул беришсе керек, кошуп эме депчи. Жакшы пул беришсе, жакшы пулга сатылган болсо, алар өздөрү ушу акча таба албай койдук, мал койлорду сата албадык, жылкыларды деп өздөрү ушундай деп коюшту да. Чалуулар аябай көп болуш керек. Өтө көп болду. Айныкса Өзбекистан, Казакстан мамлекеттерден кыйла чалуулар болду. Бул Нокаттагы Аблазаванын Искандер деген атактуу ат да. Азыр бардык кыргызстандыктар билсе керек. Муну кулуна жете албай жүргөн адамдар өтө көп экен. Ооба. Мына тайыңыз деле бээ менен тең болуп калып турбу? Ооба, алхамдулилла, машалла. Энеси менен тең эле болуп калды булчу. Тайдын жашы канча азыр? Тайдын жашы ровно 1 жашар болду. 1 жашар болду. Ооба, 1 жашар болду. Эркек туугандар. Бул бээ канчаны тууган эле ака? Эркек бээ 2-ни тууган. 2-ни тууган. Ооба. Бунун баасы ошондо 550 миң сом деп коюлган ака. Ооба. Азыр кандай болот? Азыр эми бул бээнин баасы 350 миң сом. Тайдын баасы сыр боюнча кала берсин. Тайга кызыккандар WhatsApp номерди калтырып коесуз, жазып коесуз. WhatsAppка чалышса, эгер тайды өзүн алам десе, сүйлөшсө болот. Мына достор. Ошондо 350 миң сомго бээ Искандерден токтогон, караңыздар. Тайдын баасы сыр боюнча Хусиндерге салып сурай берсеңиздер болот, мына туугандар. Жештери баары жакшы ака? Бардыгына гарантия, жеп ичине бардыгына. Бирок немеси дагы Искандерге окшоп кетет экен, түспөлдөсү да? Ооба. Кашкасы, Айтат го, арканкы буту дагы эле. Ооба. Ат ордун тай басат. Ооба, ат ордуну тай басат дейт го. Кудай кааласа бул ат тайдагы Искандерге окшоп атактуу болсун да, кимге насип кылган болсо дагы ака. Ооба, кимге насип кылса деле. Эми соода бузулуп кетиптир, бул жагы насип ака. Ооба, кимге буйруса, кудай кааласа жакшы ат бээ кылып, эңчи кылып алсын экен да. Ооба. Мына тонда көрүңүздөр. Бааны мен жазып койдум.
Ekranda баары турат, чалыңыздар, номерлер ekranda. Bir bastırıp koy çıkam. Şurada. Ha. Mına dostlar, İskender'in vuruqlarına. Oldu. Mına dostlar, Hüsnü'ne bu atınızda satıla bak ha. Ha, bu atı da satığa koyduk. Bu attın değil mi? Malumatı sizde dokumenti var eken bu attan. Ova, bu atın pasportu var. Pasportlar görüp koyalım. Elvis. Avrupa жылқысы екен да? Ова, Европа. Сласка ұқсайды. Ова, Сласка. Сласка екен. Сласка арасындағы. 2018. 2018. Ошондо жаңа сый. Жаңа сый болды. 10 майда жаңа сыйға толып тұр. 4 жашқа толып тұр, а? Қараңыздар қойыңдар. Бұл қачан келген сізге, ака? Бұл 2020 жылы келген. 2020 келген. Ова. Onlar 2020 жылы келіп. Ошодан бері бағат екенсіз да? 2 жылдан бері. Құнан малында келген. Ова, құнан малында келген. Жаңа сый болды. Жаңа сый, Сласка. Бойы қанша чейін өсті, ака? Бойы, мұның бойы азыр ұшу тұрышы 1.65. 65. Ова. Бұл улақа қандай? Дәрдіңіз дәрдіңіз? Бұл өзі негізі Европа жылқыларды 1-2 асыйынан чаушатта улақач. Біз былтыр пышысында 1-2 салып көрдік. Жақшы, мойын сұнып жақшы кирет келегеч. Жылолары жақшы Ова, ма? жылолары жақшы. Жүрөктүү. Жүрөктүү ат, а? Ова, жүрөктүү ат. Үйірге қойбадыңыз ба? Жоқ, үйірге қойбадық. Біз бұны құруқ деле қармадық. Улаққа шабабыз депчи. Туяқтар таза бака Элвистин? Ова, таптаза туяқтары. Таптаза. Ешқандай туяғында айыбы жоқ. Жоош бу? Өтө жоош. Такаға. 7 жашар балам қарайды. Ешқандай өнерін көрсөтпөйт? Жоқ, ешқандай өнер жоқ. Бұл Европа жылқылар өзі өнері жақшы болады. Серьезно жақсы болады. Адамға жақын. Теуіп іште тұрған характер жоқ. Қарағанға жоош, а? Қарағанға жоош. Чапсақ болу? Ова, болады. Bir koyarsak қандай дейсің? Кеп olan bir koyarç. Haydi. Tarbiyası жақсы болып тұр, а? Ова, тарбиясын күшті палуандар тарбия қылған. Палуандар шапқан. Ова, мұны өзі жаңы келгенде белгілі палуан Қырғызстанға танымал Манас Ниязов мингич қылған бұл атты өзі. Мына достар, чурқаштары. Жақсы. Bunun bağısı қаншаға bağlanады, aka? Bağысын қаншаға bağлайсыз, aka? Айтыңызшы. Bunun bağısını biz $6.000 қойдық. $6.000 деп қойдыңыз. Ова, $6.000 деп қойдық бұның бағасына. Сөйлешуге жолдар болады, aka? Ова, эми ким келіп атты үстіне шығып, қолды қармап, сұрағандарға келішеміз дағы. Келішесіздер. Ова, келішпеген нәсен өзі жоқ қо. Мына тоғандар Элвистің бағасы $6.000 қойылып атады. Сласка. Bir parametrini görüp koyun çeke. Parametre. Kaşkaları, ha? Buna. T kaşka. Turat. Murdun ucunda kiçine toçkası. Var eken. Arkankı iki butu. Ağ eken. Buna bulacaklar. Görün turat. Buna dostlar. Bunun buroları qanday aka, buroları? Өте жақсы buroları. Жақсы бу? Bir ордынан бұрып қойшы. Ордынан ла. Оңға, солға. Болды. $6.000 dediniz ekan da? Bunun bahsi $6.000. Düşünüktü. Buna dostlar beğeni görünüzdür. Slaskаны сындаңыздар. Аттар қандай екен комментарий жазабыз. Базарыңыз өсін aka. Саудаңызға береке болсын. Жақсы бір адамдарға bu atlarınızı berin aka, да? Рахмат. Görüşmek üzere. İşlerге иелік. Рахмат.